Баршаңызға қайырлы күн. Видеода көріп отқандарыңыздай өте жұмсақ дәмді баклава жасау үшін осындай қоспалар қажет болады. Мен бұл жерде жұмыртқаның сарысы, және де қант, пампушка, разрыхительный қостым. Осылай барлығын араластырып бір ыдыста қамырын илеп алатын боламыз, жақсылап. Және де мен бетін жауып қойдым, кішкене бір 20 минутқа. Және де салмасына мен осы дәнді қостым, яғни оқтаумен езіп, және де қантымызды жұмыртқаның ақуызын араластырып, жақсылап пешімізге пленкамызды салып, қамырымызды алып, бөліктерге бөліп алдым. Мінекей осылай әдемі болып шығады. Және де оны біз осылай ыдысымызға жайып, үстіне дайындаған дәнімізді осылай салатын боламыз. Екінші қамырымызды бетіне жайып аламыз. Жиектерін әдемілеп, жақсылап жабыстырып, одан кейін тағы да салмасын салып, үшінші қамырымызды бетіне жаятын боламыз. Онан кейін дәл осылай қамырларымызды кесіп алатын боламыз. Өздеріңізге ыңғайлы етіп, бірақ кескен кезде пышақты алдыға қарай жүргізіп кессеңіздер, қамырларыңыз қатты жылжымайтын болады. Және де мінекей, және де мен сироп дайындадым, яғни отта кішкене ғана 1 стакан суға жарты стакан қант қостым. Осылай ыстықтай, пештен ыстықтан шыға сала, осылай ыстық сиробымызды құятын болсақ, өте жұмсақ болып шығады. Қазір видеода қап-қара болып көрінгенімен, өте жұмсақ әрі дәмді баклава шықты. Дайындап көріңіздер. Сиробын ыстықтай құюымыз қажет болады. Және де достар, егер сіздерге ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей жасап көріңіздер, өте дәмді, жұмсақ баклавамыз шығады. Шаймен ішкен кезде өте дәмді баклава. Қамыры өте жұмсақ болып шықты. Қазір сіздерге дәмін көрсетейін. Мінекей өте дәмді, енді жұмсақ, ауызда еритін баклава. Қамыры, яғни жұмсақ болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін сіздерге. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ баклава шығады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет.